Армысыздар, назарларыңызға аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. Сіздермен бірге мен Кенжеғали Мерей. 3 мамыр күні Қазақстанға Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон ресми сапармен келді. Тәжікстан президентін әуежайдан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды. Кездесу нәтижесі бойынша екі ел арасында 9 құжатқа қол қойылды. 4 мамыр күні Ақордада салтанатты түрде Тәжікстан президентін қарсы алу рәсімі өтті. Одан кейін шағын және кеңейтілген құрамда келіссөздер жүргізілді. Келіссөз нәтижесінде өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, көлік және цифрландыруды қоса алғанда білім, мәдениет және гуманитарлық көмекті қамтитын 9 құжатқа қол қойылды. Көлік алуға жеңілдікпен несие беру бағдарламасының шартына ішінара өзгеріс енгізу қарастырылып жатыр. Дәлірек айтар болсақ, бастапқы жарна және жалақы шегі секілді ережелер қоспақ. Үкімет автонесие жүйесін қайта қарап жатыр. Оның ішінде 4 түрлі пункт бойынша өзгеріс енгізіледі. Біріншіден, бағдарлама бойынша несие алған қазақстандықтардың толық аты жөні жарияланады. Көлік алушылар енді 10% бастапқы жарна төлейтін болады. Бұған дейін несие алушы 0% жарнамен алған болатын. Үшіншіден, бюджеттік көліктерге бөлінетін қаражатты көбейту қарастырылып жатыр. Және төртіншісі, бағдарламаға қатысушылардың несие алу кезінде жалақысы бойынша шектеу қойылады. Бүгінгі күнге дейін бағдарламаның халық білетін ережесі бойынша сыйақы мөлшерлемесі 4%. Қаржыландыру сомасы 10 миллион теңгеден аспау керек. Қаржыландыру мерзімі 7 жылдан аспайды. Ал бастапқы жарна 0% болған еді. Ордада салынбай қалған Астана ЛРТ ісі бойынша Талғат Ардан мен Қанат Сұлтанбеков 7 жылға сырттай сотталды. Себебі екі сотталушының да Қазақстаннан тыс жерде және сотқа келуден жалтаруымен байланысты. Аталған қылмыскерлер өмір бойына мемлекеттік салада қызмет ету құқығынан айырылып 7 жылға сотталады. Екеуіне де жазаны қауіпсіздік деңгейі орташа қылмыстық атқару жүйесі мекемесінде өтеуге үкім шығарылды. Үкімді судья Виктория Семенова оқыды. Еске сала кетсек, өткен жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 1 департаментінің аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Данияр Бекайдаров Астана ЛРТ компаниясы бойынша іс сотқа жолданғанын хабарлаған еді. Жалпы Астана ЛРТ ісі бойынша осымен 9 адам сотталып отыр. 3 мамырға қараған түні Владимир Путиннің Кремль резиденциясына 2 дрон шабуыл жасаған. Путиннің баспасөз қызметшісі оның ешқандай зардап шекпегенін айтты. Бұл оқиғаға байланысты Ресей Украинаны кінәласа, Киев шабуылға ешқандай қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Ресейлік саясаткерлер және билікке жақын блогерлер бұл оқиғаға байланысты Украинаға аяусыз жауап беру керек деуде. Шабуылға байланысты Ресей президентінің баспасөз қызметі Ресей тарапы қай жерде және қашан қажет деп санаса, жауап беру құқығын өзіне қалдырады деп мәлімдеме жасады. Ресей мемлекеттік думасының депутаты Михаил Шеремет Киевтегі Украина президенті Владимир Зеленскийдің резиденциясына ракетамен шабуыл жасауға шақырған. Бұдан бөлек Украина президентін физикалық түрде жою туралы Ресейдің бұрынғы президенті Дмитрий Медведев хабарлады. Ресейлік Россия Today телеарнасының бұрынғы жүргізушісі Антон Красовский Зеленскийдің ұшағын атып түсіруді ұсынды. Ал солтүстік Еуропа елдерінің саммиті кезінде өткен баспасөз мәслихатында Украина президенті Владимир Зеленский Киевтің Кремльге жасалған шабуылдарға қатысы бар деген айыптауларды жоққа шығарды. Апта легі осымен тамам. Назарларыңызға рахмет. Қазақ Ньюс әлеуметтік желілеріне тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.